Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, алаштанушы ғалым Елдос Тоқтарбай өңірге келіп, алаш қайраткерлерінің еңбегі, олардың ұлт үшін атқарған игі істері жайлы жан-жақты ақпарат берді. Рухани кездесудің бірі Ақсай қаласында да өткізілді. Ұлттың бойындағы сан ғасырлар жинақталған рух пен мұраттың ұлы бұлқынысы болған алаш қозғалысы, ел тағдырына қатысты барша идеяны өзіне өзек еткені бүгінде көбімізге белгілі. Құдайға тәуба, алаш қайраткерлері күресінің тағылымы да, алаш қаламгерлерінің мұрасы да жылдан жылға қазақтың рухани, мәдени өміріне еніп, алаш сөзін аяулы ұғым, қасиетті түсінік ретінде қоғамымызда асқақтатыла айтылып келеді. Өңірімізге келген жазушы, алаштанушы ғалым, алаш қайраткерлерінің кеңес кезеңіндегі ұлт үшін атқарған қызметтерін тарихи деректермен жеткізіп, көптеген тарихи оқиғалар бұрмаланып кеткенде айтқан еді. Бізде қазақ тарихы өкінішке қарай совет заманынан бері бұрмаланып жазылып келе жатыр. Көптеген тарихи деректер ақиқатқа, шындыққа сәйкес келмейді. Сондықтан мемлекет басшысының қазір ғалымдардың алдына қойып отырған талабы, кешегі ұлтиясы ұлытауда өткен құрылтайда да айтты, қазақтың академиялық тарихын шынайы жазыңыздар деп. Үлкен 7 томдық кітап дайындалып жатыр. Бұл бүгін ертең бітетін нәрсе емес. Тарих деген эмоциясыз, қоспасыз, өтіріксіз, таза шынайы жазылу керек. Еліміздің шекарасын бекітуде алаш қайраткерлерінің жанкешті әрекеттерімен бірін-бірін қорғау, қандай ауыртпалық азап көрседе ұлт үшін атқарып жатырған игі істерімен түрлі жазбаларды сақтап қалу сол кезеңде басты мәселеге айналды. Алаш зиялыларының саяси және рухани күресіндегі негізгі мақсат орасан міндет, ол ұлтымызды ұйыстыру, сол арқылы елдігімізді айқындау десек, онда осындай ұлан-ғайыр сауаптысың аяғында ана тілімізді сақтау мәселесі тұрды. Алаш қайраткерлерінің қай-қайсысы да тілдің саяси, қоғамдық һәм рухани үлкен күш, ұлтты біріктіруші қуатты құбылыс екендігін жақсы сезінді. Бүгінгі жиынға келген қатысушылар да көптеген тың ақпарат алып, рухани демалып қалдық деп отыр. Мынау енді жаңа Қазақстан деп отырмыз. Жаңа Қазақстан идеясы бұл қоғамымыздың ояну кезеңі деп алсақ болады. Бұл алаш тақырыбы, бұл мектеп программасында әрине бар, оқулықта бар, 8-ші класс, бұрын 9-ші класста оқытылатын, бірақ нақты сабақ барысында өтілгенмен бұл берілетін уақытты сабақ қысқа өте. Яғни бұл не деген сөз? Бұл оқушыларға алаш тақырыбын толық деңгейде жеткізе алмаймыз деген сөз. Сондықтан да осындай кездесулер кең аудиторияда талқыланып, айтылып жүргені бұл құптарлық іс. Алаш қозғалысы тұсында шын мәніндегі ұлттың мазмұнындағы қазақ баспасөзі қалыптасты. Бұл құбылыс тиісінше әдеби тіліміздің көркемсөз жанрын дүниеге әкелді. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Омар Қараш, Міржақып Дулатов, Сұлтанмахмет Торайғыров және де тағы басқа алаш қаламгерлерінің еңбектері де сөз болды. Тарихта алаш автономиясының жанынан Түркістан мұхтарияты құрылды, Түркістан республикасы. Біздің тұлғалардың ақылдылығы сол, интернет, телеграф ешқандай байланыс жоқ, бірақ біз мына жерді қорғап қалайық деп министрлікті екіге бөледі. Біз тиімді министрлік жасайды. Бүгінгі тілмен айтқанда еститін үкімет, еститін мемлекет деген ұғымды 1917 жыл жасап отыр. Алашты астында куә болсын арымыз, көркейтуге алашты, құрбандық біздің жанымыз деп ұлт үшін басын бәйгеге тіккен арыстарымызды ұмытпай, олардың еңбегін насихаттау бізбен сіздің басты міндетіміз. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақ Жайық телеарнасы.